сол кісі коронавирусты көтеріп жатыр. Қытайдың кеңірдегіне екі қолды сығып тұр ғой. Ар жағынан біз жазып тұрмыз. Қайтпаңыз, артыңызда біз бармыз. Қытай адамзаттың жауы, қыса түсіңіз деп, айызымыз қанып, рақаттанып біз тұрмыз. Және біз сияқты Қытайға қарсылар тұр. Енді бұл Трамптың кезінде көтеріліп барып, көтерілмей қалған коронавирустың енді көтерілуі. Бұл нені білдіреді? Трамп кезінде тиылған TikTok пен WeChat ашылып кетіп, енді қайтадан тиіп жатқан нені білдіреді? Демек, Америка Ресейдің шамасын әл-ауқатын білді. Ендігі жау Қытай деді. Оны ашық түрде Қытай адамзаттың жауы деді. Оны кім айтты? Трамп кезінде мемлекеттік істер бас хатшы болған Майк Помпео адамзаттың қас жауы Қытай коммунистері деп ашық айтты. Бұл да Қытайдың жүйкесін жұқартып отыр. Енді осының бәрін айтсақ, жағымды жаңалық күннен күнге көп. Ей жаратушы, шексіз құдірет иесі, күллі әлемді жоқтан бар қылған. Шексіз құдірет иесі, сенен күшті ештеңке жоқ. Астамсыған, такаппарсыған, құдірет сіңген орыс пен Қытайды тас-талқан қыл деп, біз дұғамызды жасап жатырмыз. Астамсынып, Құдайды ұмытып, такаппар сасық көкірек болған орыс пен Қытайдың төбесінен жай түсір, тас-талқан қыл, жүректеріне үрей алады, ішкі берекесін, ішкі мұрасын ал, бұт-жұттарын шығар, қаржысын, малын күйрет, әскерін күйрет, орысты 30-ға, Қытайды 40-ға жүктеп таста деп дұға жасап, рахаттанып, жаратушының шексіз хикметіне қарап отырмыз. Міне, адамзатқа қауіп төндірген ғасырдан артық коммунистік, маркстік, радикалдық, фундаменталистік, фашистік жүйе орнатқан бұл екі елдің, ғасырлардың, бәленбай ұрпақ, атамыз, әкеміз жеп алысып өткен, енді бізге міне үшінші ұрпаққа келе жатқан осы жүйенің соңғы ажал сәтін көруге несіп қылсын. Соңғы ажал сәтін. Орыс пен Қытай коммунистерінің соңғы ажал сәтін, көрдің аузында жанталасып, соңғы тұяқ серіпкен сәтін көруге сізбен бізді несіп қылсын. Амин.